Тұмау мен суық тиюден дәрісіз арылудың және тұмаумен ауырмаудың 5 тәсілі. Күннің салқындығы сезілсе болды. Тұмау мен суық тиюдің көбейетіні белгілі. Ондай кезде ағзаға зиян келтіретін антибиотик және дәрі қолданбай қалай айығуға болады? Тұмау мен суық тиюдің алдын алудың жолдары қандай? Бірінші тәсілі: бактериялар мен вирустарды өлтіру. Сарымсақ пен пияз. Бұларды күн сайын тағамға қосып жеген дұрыс. Бірақ иісі шығады дейтін жандар үшін сығып, шырынын өсімдік майымен араластырып бұрынға жақса болады. Сарымсақтың шырынын балмен араластырып, күніне 2 рет 2 шай қасықтан ішу керек. 3-4 сарымсақты суда 15 минут қайнатып, буына дем алу қажет. Екінші тәсілі: қан айналымы мен зат алмасуды жақсарту. Шай. Қара шайға бал мен лимон қосып ішу. Неғұрлым көп ішсеңіз, соғұрлым жақсы. Үшінші тәсілі: ыстықты түсіру. Бүлдірген. Жаңа піскен бүлдірген 100 грамм немесе тосабынан 1-2 қасығын 1 стакан қайнаған суға салып, 15 минуттан соң ішу қажет. Төртінші тәсілі: иммунитетті қалпына келтіру. 1 литр сүтке 4-5 ас қасық бал, қыша, қош иісті бұрыш салып, қайнаған кезде өшіріп 5 минуттан соң ішу керек. Бесінші тәсілі: таза ауа. Бөлменің ауасын жиі тазартып тұру керек және таза ауада серуендеп жүру керек.